Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын таңғы асқа жасайтын жүгері ботқасын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Алдымен қайнап тұрған суымызға осындай жүгері жармасын жақсылап жуып тазалап алып, судың үстіне саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Енді оттың астын ашып қойып, жарма суды бойына сіңіргенге дейін қайнататын боламыз. Осы уақыт аралығында араластырып тұруды ұмытпау қажет. Мінекей жарма суды бойына сіңірді. Енді аздап тұз саламыз. Және де ыстық сүтімізді құямыз. Өз қалауынша қант салсаңыз болады. Жақсылап араластырып, оттың астын баяу қойып 20 минут көлемінде пісіретін боламыз. Және осы уақыт аралығында араластырып тұруды ұмытпау қажет. Мінекей 20 минут уақыт өтті. Біздің кашымыз дайын болды. Үстінен сары май салып, кез келген жеміс-жидек салып ұсына берсеңіздер болады. Таңғы асқа балаларыңызға, отбасыңызға жасап берсеңіз, өте пайдалы әрі дәмді болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, видеоның астына комментарий жазуды ұмытпаңыз.